Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен В1 орта деңгейіне арналған сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Сіз қандай адамсыз?» және асырмалы шырай. Бүгінгі сабақта таныс болатын лексикалық минимум. Газет, журнал айдары. Рубрика «Газет и журналов». Бүгінгі сегодняшний, настоящий. Ертеңгі завтрашний. Зеріктіру, утомлять. Жалықтыру, наскучить, надоесть. Кешегі, вчерашний. Кешкі, вечерний. Көрермен, зритель. Қиындық, трудности. Қызықты, интересный. Танымдық, познавательный. Таңертеңгі, утренний. Адамның басы бейнеленген сюжетті суретке 1 секунд қараңыз да, көзіңізді жұмып, не көргеніңізді есіңізге түсіріңіз. Егер сіз ағылшын тіліндегі мәтінді, әріптерді көрсеңіз, онда өте зейінді жансыз. Жылдам шешім қабылдау, дер кезінде әрекет жасау, мүмкіндікті мүлт жібермеу сіздің артықшылығыңыз. Осылар сізді жолы болғыш атандырып жүр. Егер бас ішіне салынған суреттерді емес, бірінші бастың өзін, адамды көрсеңіз, онда сіз ұсақ түйекке назар аудара бермейтін, болмашы нәрселерге бордай езіле қалмайтын, кейбір шығын мен қателіктерді елемейтін адамдардың бірісіз. Көзіңіз кемеге немесе адамның басындағы шашқа түссе, бұл сіздің бала секілді аңғалдығыңызды, көңілшектігіңізді және өте сенгіш, арманшыл адам екеніңізді білдіреді. Көңіліңіз таза, пейіліңіз ақ, тез қуанып, тез ренжисіз. Теңізді немесе адамның жүзіндегі мүшелер, мұрын, көз, қас, ауыз, құлақ, ерін бірін көрдіңіз бе? Бұл сіздің салмақтылық, сабырлылық, мейірімділік, ақылдылық секілді қасиеттеріңізден хабар береді. Сіз қандай адамсыз? Сіз ақкөңілсіз бе? Белгілеп кетеміз. Иә, мен ақкөңілмін. Сіз жылдам шешім қабылдай аласыз ба? Сіз тез ашуланасыз ба? Сіз мақтаншақсыз ба? Сіз пысықсыз ба? Сіз тез ренжисіз бе? Сіз момынсыз ба? Сіз мейірімдісіз бе? Сіздің кемшілігіңіз бар ма? Сіз сенгіш адамсыз ба? Құрметті тыңдаушылар, осы сұрақтар бойынша жауап беріңіздер. Жауаптарыңызға көп рахмет. Асырмалы шырай. Зат белгілерінің сын дәрежесін басқа заттардан тым көтеріп айту. Мысалға, мына көйлек өте әдемі екен. Немесе тым төмендетіп, мына көйлек тым қысқа екен. Көрсететін шырай түрі. Жасалу жолы. Өте, аса, тым, ең, тіпті, нақ, орасан, керемет сияқты күшейткіш үстеулердің тіркесуімен жасалады. Сенің анаң өте мейірімді кісі ғой. Асқар нағыз ержүрек. Сенің мәшинең тым қымбат. Олай болса, тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма, үлгі бойынша сын есімдерді өзгертіңіз. Қызық бағдарлама. Асырмалы шырайда өте қызық бағдарлама. Көңілсіз әуен. Тым көңілсіз әуен десек болады. Атақты әртіс. Өте атақты әртіс. Көңілді кино. Танымал әнші. Жаңа бағдарлама. Жақсы жаңалық, жағымды ақпарат. Осы сөздерді асырмалы шырай түріне өзгертіңіздер. Өте танымал әнші, керемет бағдарлама,
Өте жақсы жаңалық, тым жағымды ақпарат. Сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деген ойдамын. Келесі тапсырма. Өзгертіп жазып шығыңыз. Яғни, жай шырай берілген, күшейтпелі шырай, салыстырмалы шырай, асырмалы шырай түрлеріне ауыстырып жазып шығыңыздар. Қызыл, қып-қызыл, күшейткіш шырай, салыстырмалы шырай. Қызылдау, асырмалы шырай, өте қызыл. Қатты, күшейтпелі шырай, қап-қатты. Салыстырмалы шырай, қаттылау. Асырмалы шырай, өте қатты. Дәл осылай ұзын, сары, үлкен, кіші, жақсы, жаман, арық сөздерін күшейтпелі шырай, салыстырмалы шырай, асырмалы шырайға өзгертіп жазып шығыңыздар. Олай болса, құрметті тыңдаушылар, кері байланыс, асырмалы шырай дегеніміз не? Жасалу жолын айтыңыздар. Үй тапсырмасы, өзіңіз жақсы көретін адамыңыздың мінезін асырмалы шырай істеулерін қатыстыра отырып жазу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.